Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Самат Құдайберген. Бүгінгі шығарылым ММА туралы. Көп күттірген Дамир Исмағұлов оралады. 18 маусымда Дамир UFC турнирінде грузин викингі Гурам Кутателадзеге қарсы шығады. Дамирге бұл кездесу өте маңызды. Себебі қазандағы жекпе-жегі өтпей қалған үшін октагонға абыроймен оралу керек. Қазірдің өзінде бұл кездесуді жұрт Шавкат Рахмонов пен Хамзат Чимаев жекпе-жегінің демо нұсқасы деп әзілдеп жүр. Мен қазір сіздерге мұндай мем қайдан пайда болғанын түсіндіріп, Гурамның карьерасына тоқталамын. Дамирге бұл қарсылас несімен қауіпті екенін де айтып беремін. Ондай болса, кеттік. Мемға айналған бір ағамыз айтпақшы, наконец-то арнамыздың атауын бекіттік. Құдайберген спорт. Фамилияма дым қатысы жоқ. Кішігірім командамызға бұл атау несімен ұнады? Себебі біздің қазақстандық спортта болып жатқан оқиғалардың бәрі бізге Құдайдың берген спорты. Жақсысы да, жаманы да бүгінгі спортымыз осы. Мұнда жылдар бойы шешілмейтін проблемасы да бар. Біздің ғана елде кездесетін парадоксымен қабылдайық. Осы спортымызда әлемдік деңгейге көтеріліп жатқан уникумдар да шығып жатыр. Бұған қалай қуанбайсың? Сонымен пікір жазыңыздар. Жаңа атауымыз қалай екен? Өз нұсқаларыңызды ұсынған әрқайсыңызға рахмет. Ал A.H деген қолданушыға бізге хабарласуыңызды сұраймыз. Электронды поштаға да, WhatsAppқа да, Телеграмға да шығуға болады. Уәде берген сыйлығымыз сізге кететін болады. Ал енді Дамирге оралайық. Алдағы жекпе-жегінде Исмағұлов тұңғыш рет лақап атымен шығады. Дамир жанкүйерлері ұсынған бірнеше лақап аттың ішінен бірін таңдады. Таңдауы латын әріптерімен жазылған қазақ деген лақап атқа түсіпті. Ал 18 маусымда Брюс Баффер "It's time" деп Дамир қазақ Исмағұлов деп дауыстайды. Бұл аты ерекше емес болып көріну мүмкін, бірақ Дамир Ресейден болғандықтан Қазақстанға қатысын дәл осылай көрсетуі тамаша қадам. Қазақстан азаматы емес, бірақ ол UFC-де біздің елдің намысын қорғайды. Абырой болғанда ол үшін арнайы құжат сұрамайды. Бұл елмен байланысың болса жеткілікті. Тағы бір жағымды жаңалық. Кішігірім арнамыздың мықты серіктесі пайда болды. Tennissi.kz букмекерлік компаниясы. Tennissi.kz 30 мамырға дейін барлық клиентіне X2 акциясында ақша сыйлайды. Бұл үшін X2 промокодын енгізіп, шотты 2000 теңгеден 5000 теңгеге дейінгі сомада толтыру қажет. Бекітілген пікірде барлық шартпен толығырақ танысып шығуға болады. Дамир алдыңғы кездесуін бір жылға жуық уақыт бұрын өткізген. Бұл 22 мамыр еді. Сол кезде қандасымыз бразилиялық арандатушы Рафаэль Алвесті жеңген. Келесі кездесуін Дамир Ислам Махачев пен Петр Янның қарында дағыстандық Магомед Мустафаевқа қарсы өткізуі керек болған. Амал не? Денсаулығы сыр берді. Исмағұлов салмақ лимитінен 4 келіге асып кеткен. Салмақ өлшеу рәсіміне шыққанда әлсіреп қалғанын байқадық. Бірақ кейін ол Абу-Дабиге кеш жеткенін, суықтан ыстық климатқа өткенде қиын болғанын айтып түсіндірді. Сол уақытта ол небәрі 2 келі 700 грамм салмақ қуу керек болыпты. Бірақ жүрегі сыр берген. Исмағұлов гонорарының 40%-ын қарсыласына беруге де дайын болған. Бірақ кездесу кейінге қалды. Бұл жағдай Исмағұловқа ауыр соққы боп тиді. UFC файтерлер салмақ қуа алмаса аса жақтыра қоймайды. Әрине, бірден шығарып тастамайды, бірақ саған деген көзқарасы өзгереді. Одан кейін келесі жекпе-жектерді бұрынғыдай ниетпен бере қоймайды. Жаңа келісім шарттағы жағдайлар да өзгеруі ғажап емес. Дамир мерзімінен бұрын жекпе-жекке шықсақ келген, бірақ желтоқсанда да, ақпанда да кездесу өткізу мүмкін бола қоймады. Бірақ UFC Дамирдің ұмтылысын бағалап, ерте бастан жекпе-жек беруді ұйғарды. Бір жағынан қарсыласы Гурам да ұзақ уақыт октагонға шықпаған. Алдыңғы кездесуін 2020 жылдың қазанында өткізіпті. Ал одан кейін 2 бірдей жекпе-жегі өтпей қалды. Тізесіне ота жасатып, қабырғасындағы жарақатын емдетті. Дамир да 1 жыл бұрын осындай жағдайға тап болған. Алвеспен кездесуге 20 айлық үзіліспен шыққан. Ал енді октагонда қайсының денсаулығы сыр беретінін бақылап көрейік. Енді Гурамға толығырақ тоқталайық. Жасы 30-да, ресми статистикада 12 жеңісі және 2 жеңілісі бар. Гурамның өмірі 3 елмен тығыз байланысты: Грузия, Ресей және Швеция. Кутателадзенің ата-анасы Абхазиядан. Гурамның өзі Тбилисиде дүниеге келген. Кейін отбасы Магрелияға көшіп, ол жақта азаматтық соғыс басталып кеткен. 3 айдан кейін Гурам Ресейден бірақ шықты. Отбасы 3-4 жылын Санкт-Петербургте өткізеді.
Ал кейінірек Мәскеуге көшеді. Мұнда жалдамалы баспанада тұрған, ал армандаған жеке баспанаға Гурам UFC-ге шыққанда бір-ақ бұйырады. Гурамның анасы мен қарындасы Ресей азаматтары, әпкесі кейінірек Испанияға оқуға көшеді. Гурам мен оның әкесі Грузияға 2008 жылы оралады. Бұл кезде ол 16 жаста еді. Оралуына атамекенге сағыныш қана емес, елдер арасындағы соғыс себеп болған. Өз отанында Гурам грузин тілін есіне түсіріп, ал 2012 жылы Швецияға көшеді. Мұнда көшуге себеп спорт болған, бірақ бұл туралы кейінірек. Кутателадзе Ресейде түрлі қоян қолтық ұрысымен 5 жасынан бастап айналысқан. Таир Нариманов деген бапкер де болған. Бұрында бір аңшы болған, 2 қоян ұстап алған, қолтығына салған, ал жақта қасқыр шыққан екен. Ұстап алған қоян қолтығына тығып алғаны бүйт. Рукопашка. Қоян қолтық қазақша болады деген ғой. Гуглда Таир Нариманов деп теріп көрсеңіз, витамин радости деп аталатын балаларды дамыту орталығының сайты шыға келеді. Онда Нариманов гриплингтен бастап экзотикалық дзюдзюцуға дейін үйрететін шебер екенін оқи аласыздар. Дзюдзюцу японскені джитсу дейді, анименің бір бөлесі сияқты. Кутателадзе Наримановтың қол астында джиу-джитсумен айналысып, қара белбеу иегері атанады. Бірақ бапкері оқушыларына қоян қолтық ұрыстың барлық түріне қатыстыра бастаған. Оның ішінде спорттық және жауынгерлік самбо, қоян қолтық ұрыс, гриплинг, панкратион және тіпті алақанмен төбелесте болған. Гурамның айтуынша, осындай турнирлердің бірінде ол ММА ережесі бойынша турнирге қатысыпты. Бұл кезде ол 10-11 жастағы бала болған. Әрине бұл жекпе-жек ешқандай да Шердокқа жазылмаған. 12 жасында Гурам өз арсеналына тай боксын қосып, бұл спорт түрінен өз жасында Ресей құрамасына да енген. Қысқасын айтқанда, бала кезінен файтердің карьерасы басталған. Қызық болғанда ол қазірде әкесі сияқты сәулетші болуды армандайды екен. Гурам Муайтайдан K1 ережесі бойынша 80-ге жуық жекпе-жек өткізген. UFC ресми сайтында грэпплингтен Киокушинкай каратеден өз санауы бойынша 500-ден аса кездесу өткізіпті. Ал ММА-де Гурам 2010 жылы өнер көрсете бастаған. Бұл кезде ол қарсыласын сабмишнмен жеңеді. Алайда келесі жекпе-жегін 3 жыл күтуіне тура келеді. Швецияға баруына дәл осы Нариманов себепкер болған. Ол Ресейге семинарға келген швед әріптесінен грузиялық оқушысы Мальмедегі залда жаттығу жасауына рұқсат алып береді. Гурам бұл елге 10 күнге жалғыз сөмкесімен келеді. Сосын 3 айға қалады. Артынша 2 жылға виза алып, ал 7 жыл өткенде Швеция азаматтығын алады. Гурам алғашқы 2-3 жылда өзі жаттығады. Өзі бапкер болып залда өмір сүрген. Оның жалақысы да болмаған, бірақ залдағылар оған құжат рәсімдеуге көмектескен. Гурам бос уақытында қалада жұмыс істеген. Бірде тазалаушы болса, бірде жөндеумен айналысып, тіпті саябаққа жұмысқа тұрып алған. Гурам тез арада ағылшын тілін меңгерген. Ол кейінірек швед тілінде оқиды. Кикбоксинг пен муайтайдан жарыстарға қатысып, 2013 жылы ММА-де карьерасын жалғастыруына сәті түседі. Сәлден кейін ол шведтің атақты All Star Gym залына барады. Мұнда Александр Густавсон мен Хамзат Чимаевтар жаттыққан. Бұл залға ол All Star Gym файтерінен жеңіліс тапқан соң шақырту алыпты. ММА-дегі екінші және Швециядағы бірінші жекпе-жегін ол 2013 жылы өткізеді. 2 рет жеңіске жетіп, 2 рет жеңіліске ұшырайды. Біріншісінде UFC және Bellator файтері Оливер Энкампқа жол берсе, екіншісінде аңызға айналған Артем Лобовпен тең түскен. Поляк Павел Килектен сабмишнмен жеңілген. Бірақ кейін Гурам әлі күнге дейін жалғасып келе жатқан жеңіс сериясын бастаған. Келесі 5 кездесуінде де Кутателадзе жеңіске жетеді. Оның 3-і нокаут, 2-і төрешілер шешімімен. Гурам 2018 жылы алғаш рет ірі промоушнда жекпе-жекке шығады. Брейвте грузин бразилиялық Эрик да Сильваны шешіммен жеңеді. Сонда Швеция аралық кездесу өтіп, онда Гурам UFC экс-файтері Филиппе Сильваны 44 секундта нокаутқа түсіреді. Гурам осы Сильваны жеңер алдында UFC-ге шығуы мүмкіндігі болған. Кездесуге 10 күн қалғанда оған Копенгагенде 66 келіде жекпе-жек ұсынылыпты. Гурам келісімін берген, бірақ менеджері райынан қайтарған. Кутателадзе бұл салмақта өнер көрсетпеген және өмірінде 70 келіден түсіп көрмеген. Ақырында UFC басқа грузин файтерін тапқан. Гурамның өзі UFC-ге 2020 жылы ғана шықты. Мұнда да ол жарақат алған Магомед Мустафаевтың орнына дайындықсыз шыққан. Қарсыласы 17-0 статистикасымен келе жатқан поляк Матеуш Гамрот болған. Бір қызығы, Гурам барлық жағынан жеңіліп тұрса да, төрешілер жеңісті Гурамға берген. Тіпті грузиннің өзі де таңғалысын жасыра алмаған. Сол октагонда тұрып-ақ бұл жекпе-жекте жеңілгенін мойындаған. Соған қарағанда төрешілер 3-ші раундтағы нокдауннан қатты әсер алған сияқты. Гамрот болса жеңілісі кездейсоқ болғанын әлі күнге дейін дәлелдеп, жеңіс сериясын жалғастырып келеді.
Гурам мен Матеуш осы жекпе-жекте бонус алып, грузин спортшысы бұл ақшаға ата-анасына үй әперген. Жеңісінен көп өтпей Гурам Махачевке қарсы шығуға дайын екенін мәлімдеген. Себебі бұл кезде исламның қарсыласы Рафаэль дос Аньяс ковид жұқтырып қарсылассыз қалған еді. Бірақ Гурам досы Чимаевтың ерлігін қайталағысы келсе де, 2 апталық аралықта жекпе-жек өткізе алмады. Айтпақшы, Хамзат пен Гурамның жекпе-жегі сұрапыл спаррингтен кейін басталған екен. Бақ оларды жақсы дос деп атайды. Ал Исмағұловпен кездесуін пабликтер Рахмонов Чимаев кездесуінің демо нұсқасы деп атап кетті. Онысы түсінікті, швед пен қазақтың қарсыласы дегендей. Гурамның 2 қасиеті бар. Біріншіден, ол көп жаттығады, күніне 6 сағат. Жарақаты осыған байланысты болса керек. Ал екіншіден, ол заттарды ретімен қоюға құштар екенін айтыпты. Мысалы, бір түсті киімдерін сағаттап отырып бүктей береді екен. Залда да бұл қасиетін көрсетеді. 100 хайкик тебемін десе, 100-ге жеткізбей тоқтамайды екен. Ал ең таңғаларлығы, Исмағұлов Кутателадзе жекпе-жегінен не күтеріңді де білмейсің. Гурамның күші қандай екен UFC-де әлі көре алмадық. Ал Дамир ұзақ үзілістерімен уайымдатып жүр. Мысалы, былтыр Альвеске қарсы шыққанда бірінші раундта әбден уайымдатты. Жекпе-жек мәнері жағынан өте қызық. Гурам соққысына сенеді, бірақ Исмағұлов қарсыластың мықты қасиеттеріне төтеп бере алатын файтер. Дамир тіпті қауіпке бармауы үшін ашық шайқасқа кіріспейтінін де айтқан. Сондықтан да Исмағұловтың UFC-де нокауттарын көре алмадық. Бірақ қарсыластары да әлсіз емес. Мысалы, Альварес пен Мойзестер рейтингіде озып тұр. Меніңше, Исмағұлов Кутателадзе жекпе-жегі қызық өтуі тиіс. Себебі файтерлер мықты дайындықпен келіп отыр. Әрине, өз басым Дамирге жақтасамын. Бұл жолы жай ғана жеңіс емес, супер жеңіс болса деймін. Дамирдің рейтингте жоғарылайтын күн жетті. Мұндай рейтингті мықты хайлайтсыз жасау мүмкін емес. Ал осымен аяқтайық. Исмағұлов Кутателадзе жекпе-жегі 18 маусымда Лас-Вегаста өтеді. Бұл біздің уақыт бойынша 19 маусымда таңертең болады деген сөз. Кездесуге тікелей трансляция спорт Шрёдингері телеграмы мен инстаграмында жариялаймыз. Осы сәтке дейін видеомызды бізге жазылмай көрсеңіздер, міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Дамирдің жекпе-жегі туралы не дейсіз? Жаза отырыңыз. Алға Қазақстан. Дамир оралады, оралып қана қоймай жеңіске жетеді. Сау болыңыздар.